15 наурыз Қазақстанда кезекті референдум күні. Қаралатын басты мәселе Конституцияның жаңа жобасы. Кезекті дейтінім бекер емес, бұл ел тарихындағы 5-ші референдум, ал 2022 жылдан бері 3-ші рет өтпек. Ата заңды қайта жазу туралы президент былтыр жолдауында айтқан еді. Сол уақыттан бері жұмыс тобы кейін комиссия құрылды, сөйтіп жаңа құжат жазылды. Енді референдум қалай өтпек? Бұл процесті кім бақылайды, ал бақылаушыларды кім дайындайды? Осы сұрақтарға жауап іздейік. Азаматтық қоғам кез келген тұрақты демократиялық мемлекеттің тірегі, ал мұндай ашық қоғамның іргесін белсенді азаматтар қалайды. Осындай маңызды күннің қарсаңында Алматыда тәуелсіз бақылаушылар бас қосты. Олар да референдумның әділ өтуіне өз үлесін қоспақ. 5 наурыз күні халық үні тәуелсіз бақылаушылар тобы баспасөз мәслихатын өткізіп, өздерінің бағдарын айқындады. Бұл топ құрамында саясаттанушы Нұрболат Нышанбай, Нұргелді Әбдіғани, баспагер Бекнұр Қисықов, қоғам белсендісі Исламбек Дастан бар. Ал саясаттанушы Дос Көшім бақылаушыларды оқытуға жауапты. Топ құрылғалы бері орталықта аймақтарда тәуелсіз бақылаушыларды іріктеп оқытып жатыр. Осылайша референдумда халықтың әділ дауыс беруіне өз үлестерін қоспақ. Жалпы бақылаушы деген кім және ол не үшін қажет? Бақылаушылар дауыс беру процесін қадағалайтын тәуелсіз азаматтар. Олар учаскеге қандай да бір партияның, ұйымның атынан келуі мүмкін. Дауыс беру процесін қадағалайды. Қандай да бір ереже заң бұзушылық тіркелген жағдайда хаттама толтырады. Дауыстың дұрыс саналуын да назарынан тыс қалдырмайды. Яғни дауыс беру күні сайлау не референдумның адал өтуіне мүдделі бірден бір сақшы деуге болады. Халық үні референдум қарсаңында әзірге ең ықпалды бақылаушылар тобы саналады. Тәжірибелері мол, бақылаушылар саны 1000-нан асады. Сол себепті де дәл осы азаматтардың пікірі мен мақсаттарын нақтылауды жөн көрдік. Референдум кез келген мемлекеттің саяси дамуы үшін маңызды күн. Сондықтан бұл процесті бақылауға тек отандық қана емес, шетелдік те бақылаушылар келеді. Мәселен, 2024 жылы өткен референдумға 30 елден 177 шетелдік бақылаушы, 37 елден 200-дей журналист қатысқан. Мақсат дауыс беру процесінің адалдығы мен әділдігін бақылау, қадағалау. Бұл жолда шетелдік мамандар алдын ала тіркеліп жатыр. Тек ТМД елдерінен 100-ге жуық бақылаушы келмек. Ал енді жоғарыда аталған халық үні тәуелсіз бақылаушылар тобының баспасөз мәслихатына оралсақ. Топ мүшелері өздерінің негізгі мақсаттарын жариялады. Референдумды бақылаушылардың тобының мақсаты айқын. Елімізде 15 наурыз жексенбі күні өтетін референдумда еліміздің бірнеше қаласында тәуелсіз бақылауды ұйымдастыруды және референдум барысын өтуін, халықаралық нормаларға сай екендігін, ата заңымызға сай өтуін қадағалау. Жалпы біздің қоғамда саяси абсентеизм арагідік кездесіп қалады. Яғни саяси шараларға, сайлауға қатыспау, немқұрайлылық таныту, сайлау не референдум нәтижесіне қызығушылық танытпау. Ал бақылаушылар осы ұғымды теріске шығарады десек артық емес. Себебі белсенді азамат ретінде олар халықтың дауыс беруіне ешбір заңсыздық орын алмауын қадағалайды. Ешбір тараптың нәтижеге заңсыз ықпал етуін бақылайды. Саясаттанушы Бекнұр Қисықов бұл жайлы былай дейді. Хотел бы сказать, что сегодня выборы, они невозможны без наблюдателей. Иначе, как вы узнаете, какие произошли нарушения? Иначе, как вы поймете, насколько правильно наблюдатели проработали, насколько участковая комиссия правильно работала? И мы в своих тренингах постоянно подчеркиваем: ребята, смотрите внимательно, где какие нарушения, что вы заметили, фиксируйте, выявляйте, потому что выборы должны пройти очень прозрачно, очень транспарентно. И на это мы упор делаем, потому что в нашем случае мы абсолютно независимые. У нас наши ребята, которые приходят к нам, наблюдатели. Бақылаушы болу жауапты жұмыс, саяси және құқықтық сауатты, жауапкершілікті, қырағылықты талап етеді. Күрделі жағдай туындаса, принципке адалдық та қажет болады. Міне, осындай бақылаушылардың көбі бүгінде жастар екен. Байқасаңыздар, біздің осыған дейінгі тәжірибемізде де, осы жолғы тәжірибемізде де біздің бақылаушылардың дейіні 90% бұл жастар. Студенттер, оқуды жаңа бітірген жастар, еліміздің белсенді жастары.
бұл біздің елімізде ғана емес, жалпы әлемде болып жатқан тренд. Мына Z буын әлемде көптеген өзгерістер жасап жатыр, алыс жақ шетелдерден көріп отырсыздар мысалдарын. Сол тенденция, сол үрдіс біздің елімізде де сақталып отыр дей аламыз, өйткені біздің бақылаушыларымыздың жастар екенін ескеріп, өзгерісті қалайтын да, өзгерісті жасайтын да жастар. Қазақ торғай сойса да қасапшы сойсын дейді, яғни кез келген жұмысты өз ісінің шебері атқарғаны абзал. Міне бүгінгі жастар ертең кәсіби бақылаушы ретінде міндетін сапалы атқару үшін арнайы дайындықтан өтіп оқытылып жатыр. Бұл істі саясаттанушы Дос Көшім өз қолына алған. Саяси сарапшы кәсіби бақылаушыға қажет қасиеттер туралы пікірін жеткізді. Бірінші заңды білу керек жақсы. Екінші мінез болу керек. Себебі кей уақыттарда сайлау комиссиясының мүшелері, әсіресе төрағасы, оларды басып тастағысы келеді. Біздің құқымыз бір дейді. Бәріміз де сайлау процесіне қатысушымыз. Біреулер жүргізуші, екінші адам бақылаушы. Сондықтан не дейді, біреулердің айқайына әйтпесе біреулердің тоқта дегеніне қарамай, егер заң бұзушылық болатын болса, оны жеріне жеткізу керек, түсіріп алу керек, хабарлау керек, заңды бұзуға жол бермеу керек. Сонымен 15 наурыз референдум күні дайындық қызу басталып кетті. Отандық бақылаушылар оқытылып жатыр. Жаңа конституцияның жобасы белгілі. Қазақстан өзінің саяси дамуының келесі кезеңінің қарсаңында тұр. Шешім ел азаматтарының қолында. Ата заңның жаңа редакциясына қатысты қоғамның бағасы мен ұстанымы наурыздың бел ортасында белгілі болады.